Сәрсенбеков Балғабай Жұматайұлы. Ертегі аңқау қасқыр. Қасқырдың бәрі бірдей ақылды бола бермейді. Мүлдем аңқауы, тіпті барып тұрған ақымағы да болады. Сондай ақымақ қасқырдың біреуі келіп ешкіге: «Ешкі, мен сені жеймін» дейді. Ешкі: «Жесең жей ғой, маңдайыма жазылғаны осы шығар. Мә, бірақ мені көріп тұрсың ғой, мен арықпын, кәрімін. Мені жеп қайтесің, оданша менің сүп-сүйкімді лағым бар, соны же» дейді. «Қарның бір тойып қалады» дейді. Қасқыр лақ дегенде қуанып кетеді. Шұбырған сілекейін бір жалап, «Жарайды» деп ешкіні босатып жібереді. Өзі бір бұтаның түбіне жатып ешкіні күтеді. Ешкі көп кешікпей қойшыны алып келеді. Қойшы аясын ба, қасқырды қуа жөнеледі. Аңқау қасқыр қойшыдан әрең қашып құтылады. Ақымақтан не күтуге болады? Әлгі аңқау қасқыр бір күні қойға: «Қой, мен сені жеймін» дейді. «Мә, жесең, мен не істеймін? Маңдайыма жазылғаны осы шығар. Бірақ мені жейтінің рас болса, соңғы рет билеп қалайшы» дейді. Қасқыр: «Жарайды, билесең биле» дейді. Қой қасқырды шыр айналып билей жөнеледі. Билеп алыстап кетеді. Мәз болып тұрған қасқыр есін жиғанда қой төбеден асып жоқ болады. Жолы болмаған қасқыр сүйретіліп одан әлі жортады. Содан бір тұсаулы атқа жолығады. Ат: «Мен сені жеймін» дейді. «Жесең же, бірақ бір өтінішім бар» дейді ат. «Мен қытыққа шыдамаушы едім, ренжімесең артқы аяғымнан бастап жеші» дейді. «Жарайды, айтқаның болсын» деп қасқыр оның айналып барып артқы сирағын тістей бергенде ат аяғымен теуіп кеп қалады. Тепкенде қасқыр сеспей қатады. Сөйтіп аңқау қасқыр өз ажалына өзі себепкер болады.